Сонымен достар, бүгінгі обзор шабыт өнер университетіне. Сіздерге арнайылап Ақтөбеден, Алматыдан келіп, осы шабыт өнер университетіне толықтай обзор түсіруге тырыстым. Жалпы актерлық өнер мамандығы бойынша консультация қалай жүреді, ғимараттың іші қандай жағдайлар жасалған. Честно, өзім көріп, мына университетті оқуым келіп кетті, қайта студент болғым келіп кетті. Барлық жағдай жасалған, барлық оборудование, техника, барлығы бар. Тек сен жұмыспен ғана, яғни творчествомен ғана айналысуың керек. Бұл өнер ордасында тамашалаңыздар, видеоны соңына дейін қараңыздар, алдын ала лайк басып, тіркеліп қойыңыздар. Әсіресе Қазақстан өзім білесіз. Жағдайымыз шүкір көзім тимес. Сәлем. Тебе көке, менде жаңалық бар. Свежий жаңалық. Ал айтшы. Суббота күні Лейла ханым өзінен бүгін сайлау ағайдың өзінен допуск алыпты. Ойбай! Еще Музрамадан допуск алып алдың ба не? Лейла апай да тоже берем деді ғой. Иә. Дайындалып келеді тағы. Сен қайсына кіресің енді? Драмаға, Музрамаға, сайлауға сен оны қаласа шығар екеуі саған. Сондай болып тұр. Өзің жүрегіңді тыңда. Сізді күттім апай мен. Не? Мартқа дейін. Астанаға ма? Иә. Сосын ағамен дайындалдым. Да? Ағаң кім? Видео түсіріп алайын. Ой, Ерсұлтан маған бәрін экскурсия көрсетіп жатыр. Салмасыңдар ма? Сен болды. Да, сайлауға жатыр ма соны? Ұшақ сияқты. Шақырып, өлтірікті судай сапырады. Жақында аспанға ұшқан айға барып қайтты. Сол маған айтты. Мен бидай, қамбаларға сыймай төгіліп шашылып жатады. Шабыттың ішінен сіздерге экскурсия талапкерлер ата-аналарымен ұқты құстар мына жерде ұқты кетіп бара жатырмын. Түсіріп алайын сендерді. Ютубта көресіңдер сосын өздеріне естелікке. Давай, пока. Пока. Саламна. Пока, жан. Шабыттың іші сондай әдемі екен. Прям светло, красиво, өте жарық. Енді өзім Жүргеновте оқығандықтан 7 жылдай, 7-6. Андай жермен көкте екен прям. Қандай күшті, қандай әдемі. Так, мынау библиотека, да? Библиотека кіргізбейтін шығар. Осылай аламын, не кітапты библиотекада? Анда кіріп жүруге болмай ма? Потса. Біреу дайындалып жатыр да? Жоқ. Ішінде біреу бар сияқты. Бұнда дене шынықтыру сабақтар бола ма? Күшті да, мына коридордың өзінде мынандай бар. Бізде өте көп Да, еще мынау сендердікі ма? Мынау баскетбольный. Күштісін. Я мен мына жақпен жаяу келгем, ЛРТ-дан түсіп. Ұлттық музей ЛРТ-сынан түсіп. Қандай күшті.
Қандай әдемі сендерде. Екінші этаж ба? Көрдім астыда. Үлкен аппақ креслолармен ба? Бір студенттер ұқты. Қандай күшті. Свет деген. Ұқты. Звук какой. Вообще. Оқым келіп кетті ғой. Шартта оқым келіп кетеді. жағдай жасалған музыканттарға да бәріне. Акустика, звук, техника. Спортың өзі естіліп тұр, Біз Айғанымның несіне келдік? Біздің факультетке келдік. Айғанымның факультетіне келіп қалдық. Біздің факультет. Мына жақта актерлар, мына жақта біздікі. Мына актер? Көрейік. Жабық шығар, кабинетті? Кабинет жабық шығар деймін. Бұл жақта кабинетте біз аудиторияға көрдік. Қандай аудио? Сабақ оқитын ба? Тілектес Мейрамов, Мәссаға. Қандай күшті. Декорациясы. Хореография залы деді. По-моему, жабық. Киім сақтайды. Декорация сақтайды. Құш. Коридорда шашылып жатпайды дейсің барлы. Мәссаға. Специальный костюмный кабинеттер еще бірінші курста сол жақта тоже арендалауға болады. Да. Тегін береді. Костюмдарды. Соны көрсете аласың ба? Ол бірінші этажда, да? Жабық шығар. Толса көңде болады. Жабық шығар ол. Мынау кинорежиссураның факультеті. Сендердің үйлерің әдемірек екен, жарларың қабырғаны. Істеп қалған. Өздерің істеп қойған шығарсың. Факультеттер өтіп Ах ты, Гүлфайрус. Коворкинг зона, которая преподавательский состав. Да, ух ты. Мұғалімдер. Мұғалімдер, нағыз деканат. Да. Көбісі қазақ ұстаздар екен, терраса. Понятно. Күшті. Терраса ашылды. Әдемі. Ана видті айтамда, я. Сюда витпен біздің оқи. Қандай вид, мынандай вид десен деген. Күнде жұмыс жасауға дайынсың ғой. Бұрынғы ұстаздар ма? Ұстаз емес андай өнер тұлғалар, режиссерлар. Ол Дисней бәрі тұр ғой. Да, біздің аудиториялар. Понятно. Асан Әләшев тұр. Аудиториямыз жалпы. Да, телевизия аудиториясы бар еді. Павильон бар, да? Зеленый фон. Студия деш? Студия, в общем, Ух ты. телепередачалар түсірген. Көрдім мен біреудің стористарынан көргем. Күшті, зеленкада, неде. Актерларда келіп түсе ма бұған? Иә, түседі актерларды. Кастингтер болады бізде. Кастингтер? Сол жерлерде. И еще бірінші этаждағы бізде телепавильон. Бұл бәрі ұстаздар. Үздік студенттер. Үздік студенттер. Сабақ жақсақ істейді. Прям видно, да? Үздік екендер түрлерінен. Знаю их. Қандай күшті. Технично хотя бы. Мантияларын дайындап қойған, специально сендерге. Бұның бәрін рискованно түсіріп жүрмші. Бірінші курс операторларының түсірген суреттері. Айған оқушылары. Как красиво. Ух ты. Традиция бар. Да. Олар үнемі сурет түсіріп осындай
көрме жасайды да, и бұл 1 жыл тұрады осымен. 1 жыл Иә, 1 жыл тұрады. киноның постерлері. Жоқ, бұлар 2 мезгіл сайын ауысатын. Мысалы, мына қысқы пейзаж ғой. Бірінші курстың басында қысқы пейзаж болады, сосын қысқы пейзаж болады. Димаш тұру. Дыбыс студент. Не болып жатқан шығар. Консультация. Да, күшті. Достар, енді видеоны соңына дейін қарасаңыздар, сіздер мына сәтке де жеттіңіздер деген сөз. Мына локацияны қараңыздар. Бұл амфитеатр. Қандай әдемі. Оказывается, мына жерде балалар өздерінің арт менеджерлер, вокалистер, актерлар өздерінің өнерлерін көрсетіп, студенттік бір концерттер ұйымдастырады екен. Яғни, әр студентке әр мамандық иесіне бір еркіндік бар. Хоть концертті іште ұйымдастыр, сыртта ұйымдастыр, бір әйтеуір творчествоның иісі өте жақсы шығып тұр, менің ойымша. Мына жақта мешіт, мына жақта пирамида, бейбітшілік монументі, ұлттық музей. Анау жастар сарайы, Айханым? Жастар сарайы. Енді орналасу жері, локациясы өте әдемі. Маған қатты ұнады. Астананың вайбы. Сондай бір осы Астанада бір оқысаң, бір өзіңде бір сол статусқа сай бүйтіп жүреді екенсің, кішкене деп өте әдемі жер. Ұнады, қатты ұнады. Сіздерге де менің обзорым ұнады деп ойлаймын. Біз алдыңғы жылы осы шабытқа актерлық шеберліктен 4 оқушыны оқуға түсірсек, биыл бізде енді 15-ке тақап оқушы қадам басып жатыр шабытқа. Өте қатты қуаныштымын. Шабыттың бөлек колледжі бар. Колледжде де актерлық өнер бар тағы да. Және де шабытта осы драма, муздрама, кукольный бар. Қуыршақ театры. Келіңіздер, егерде басқалада елордамызда оқығым келеді, білім алғым келеді десеңіздер, бұл жастардың шарықтайтын, биікке самғайтын ең керемет қаласы. Менің репортажым ұнады деп ойлаймын. Лайк басыңдар, біздің сабақтарды, подкасттарды көріңіздер, Instagram, TikTok-тарымызға тіркеліп алыңыздар.